Ер азаматтар аман болсын. Новелла. Ақ сәулем аспандаймен таласасың, төгіліп иығыңа қара шашың. Жалт беріп құралай көз қарағанда, жанымның жайлауында жарасасың. Бір күй бар домбырамда тартылмаған, бір сыр бар көңілімде айтылмаған. Алыстан келдім қалқам айналайын, көзіңнен жалт-жұлт етіп жайтаңдаған. Бізді осылай еркелететін, елдің ертең үшін үміт күтетін, отбасы ошағының иесі бар деп, ата-анаға болашақ жұбаныш болады. Отағасы балалар әкесі болып, керемет орны бөлек қуаныш болады. Ел қорғауға жасақты құру үшін ер жігітке сенімді сұраныс болатын. Ел еркесі қыздармен жұбайына қиындықты жеңуде сүйеніш болатын. Ана арқылы дүние иесі болатын, әйелі қабырғасынан жаратылған киесі болатын. Ел жұрт бәрі сенім артатын, мешітте имам қолында Құраны болатын. Ердің аты ер ғой шіркін қашанда деп айтатын ұраны болатын. Ер азаматтар аман болсын. Жалпы тірі жанды тіршілік иелерінің өмірге ұрпақ әкелу табиғат заңдылығы. Ұл бала болса да, қыз бала болса да, ата-ана қанымен өмірге әкеліп әлдилейді, әрі қарай әрекетке жетелейді. Өмірдің кемесінде мәпелейді, тәрбиелеп кәделейді, ұяларынан ұшырып жол сілтейді. Бабалар тамырымен сусындатып, тәлімнің түр-түрінен ілім-білім алып, әрі қарай қанат қағып, самғашы деп ұшырады. Ата-ананың қанатының астында аялы алақанның жылуымен жүріп, қанатыңды сәл қатайтып, ұшырғанда боз баламен бойжеткен болғаныңды мойындайсың. Өз өміріңе өзің жауап беруге, адамға тән әрбір қасиетіңді дамытуға, өмір заңдылықтары бойынша түрлі сатылардан өтуге ұмтыласың. Бұл дәуірінде де ер жігіттер сізге көмекші, қорғаныш болады, сізді дамытады. Мысалы, менің Ахметжан деген жүріп жүрген жігітім шет тілдер институты француз тілі бөлімінің 3-ші курсын менен 1 жыл бұрын бітірген болатын. Және мектепті де, институтты да орысша оқыған, өте білімді. Сондықтан ол маған сол кезде бастаған ғылыми еңбегімді дамытуға, не нәрсені қалай негізге алуыма өте жоғары деңгейде бағыт берді. Институттағы бір ағайдың француз тілінде жазылған ғылыми еңбегін орыс тіліне аударып беруіме тікелей көмектесті. Сол замандағы әділеттілікті айтсаңшы, грамматикадан беретін Г. Рузайкина апайдың Алиханова еш қатесіз аударма жасайды деген мадақтауымен ғылыми еңбектерді орысшаға, арабшадан қазақшаға, орыс тілінен қазақшаға, қазақ тілінен басқа тілдерге аударма жұмыстарын бастап кеттім. Мұның барлығы білімімнің, қабілетімнің ерекше дамуына әсер етті. Өздеріңіз байқап отырғандай, дамудың басты себепшісі де, кейіпкері де жүретін жігітім ер азамат Ахметжан болып тұр. Ағайдың ғылыми еңбегі француз тілінде және ғылыми негізде французша ғылыми терминдер арқылы жазылғандықтан өте күрделі. Кейде сөйлемдерді орысша байланыстыру да ауыр. Ол кезде қазақша аударма жасалмайтын. Сонда Ахметжанға хат арқылы сөздерді аударып жіберсем, өзі армияда служит етіп жүрсе де, яғни басшы командир бола жүріп, уақыт тауып, өте білімділікпен күшті етіп байланыстырып жазып жібереді. Бұл арқылы Ахметжан білімділіктің, ыждағаттылықтың, табандылықтың үлгілерін көрсетті. Яғни менің осы қасиеттерімді дамытты. Бірақ білім негізі өзімде бар болатын. Өйткені менің ұстаздарым мектепте өте мықты болды. Мектепте білімді негіздеп оқуға, түсінуге, түйсінуге, қорытындылауға әбден машықтандырған болатын. Алтынұя мектебінде де 2 апай, қалғандарының барлығы, яғни бізді дамытушы күштер
ер азаматтар болды. Ал қызмет істеп жүргенде сыйластық және сырлы сағыныш атты кітабында жазылғандай, кезінде мектеп директоры болған Исмаилов Бердияр ағай мен Көпеев Амангелді ағайлардың қамқорлығы ерекше болды. Әсіресе Амангелді ағай сүйсініп, әйелі Қыпшақ болған соң, балдызша сенің ерекше қасиеттеріңе таң қалып жүрсем, мәселе тереңде екен ғой, сен тек дәулеттің қыз екенсің ғой, дейді де өздері араласатын, менің ауылымда тұратын беделді, білімді, елге белгілі кісілердің аттарын атап, солардан естідім дейтін. Бердияр ағай мінез тұрақтылығын, болмыстың қарапайымдылығын ұнатып, дәріптесе, Амангелді ағай тектілік қасиеттерді алға тартып, мәртебемді көтеріп, сыйластық шыңына көтерілуге ықпал ететін. Сондай-ақ шалым агроном болғандықтан егістік жер картасын, күріштің егілу, дәрі себу, өнімін көру, науқандық қорытынды, тағы басқаларын тексеруге келген әртүрлі ұлт өкілдерінің үйде қонақта болуы, олармен пікірлесу, болашақты болжау жайлы әңгімелерінің де мен үшін орындары ерекше. Олар да ер азаматтар, еш әйел кісілер келген емес. Шалым, кешірімді болайық, әркім өз сөзіне Құдай алдында жауап береді деп айтуы, өзінің білімді, байсалды, өте ақылды мінезі арқылы мені өзімен бірге ертіп жүріп, қамқорлық жасап, тынықтырып, қызықтарды, әсемдіктерді тамашалатып, өмірге қызығу құштарлығымды арттырды. Алға талпынуға, балалар, немерелердің жан шуақтарынан нәр алып, үміттерді мақсаттарға ұштастыруға күш берді. Бәріне кешіріммен қарап, өзінің кең пейіліне, кеңдігіне, мінезінің дархан байлығына мені қызықтырды. Әңгімесін айтып отырғанда, желке тұсыма жай ғана алақанын жазып, маған мейірлене көз қырын салуы жанымды жайландырды. Ер азамат осылай жаныңызға жай тапса, одан артық не керек? Осында ер азаматты ұмыту мүмкін бе? Сенің далаң, үйің бағың ағашың, қалдартыңда балашаға алашың, кетсең дағы көзден мәңгі алыстап, көңілдерде естен кетпей қаласың. Езілтесің сан қиялға түсіріп, кететіндей кейде жүрек үзіліп, өз-өзімнен қалтыраймын, тоңамын, тап басардай жылуы жоқ күз келіп. Елестейді бірге жүріп мал қораға кіргенің, жіпті алып жоғарыға ілгенің. Шөбін жинап тазалаймыз қораны, айтады ол өмір жайлы білгенін. Елестейді жеміс ағаш еккенің, күтіп баптап қаншама тер төккенің, жұлып тастап айналасын шөптерін, әр күнінде кезекті сол көктемнің. Кім ойламас өткенімен кеткенін, қастерлеулі ұстап тұтқан кетпенің, бақытыңа балап жүрдің сен мені, өкпе айтып еш уақытта сөкпедің. Мен де сені бағалауға тырыстым, байыбына барсам дедім әрістің. Бәрі содан басталды деп білемін, бізге берген мол бақыт пен ырыстың. Ал көктемнен бастап қап-қап, қалта-қалта топырақ тексеруге келген 10 шақты ер азаматтардың апталап, кейде айлап үйде жатып еңбек етуі, бір үйдің адамдарындай бауыр басу. Бұл тіпті тамаша. Өзімнің 10 баланың бірі, үлкен әулеттің қызы болған бауырмалдығымды сыйластықпен астастырып дамытты. Ал ата-енемнің, қайнағамның, шалымның дархан пейілдері мен жұмсақ мінездері әлгі махаббат хикаялары кітабындағы Қалихан атап өткен кісілігімді дамытты. Қайныларымның, аталарының, яғни құдаларымның тарихи әңгімелері, өз құдаларымның өмір дерек әңгімелері, шын жан жүректерімен сіз деп сыйлағандары, ақ жүректен шыққан тілектері, сыйластық деңгейімнің дамуына әсер етті. Сонда осыншама жақсылықты,
осыншама ізгілік пен игілікті бойымызға дарытқан ер азаматтар аман болсын демей не дейміз? Ал ер азаматтардың сезімді дамытуда ерекше, ешкіммен салыстыруға келмейтін теңдессіз екендігін сіздерден сұрамай-ақ қояйын. Өйткені барлық қыз-келіншектер бұл пікірімді құптайды деген сенімдемін. Мысалы, Махаббат хикаялары кітабында Ахметжан басын кілт бұрып, дөп-дөңгелек болып жарық беріп тұрған айға қарап: «Ты будешь менің жарқыраған айым, ведь твоя имя луна, еще добавить Жан, ты не простая луна, ты светая и наивная луна», деді. «Ахметжан, мен үстіңе құлаймын», дедім. «Очень хорошо, мен сені көтергім келіп тұр. Если возможность болса, крыльяма отырғызып, аспанға ұшар едім». «Давай сені көтерейін», деді. «Не үшін?» деп күліп жібердім. «Я постоянно хочу что-нибудь поднимать или чем-то заниматься. Хочу работать». «Я сказал же, мектептен бастап занимался спортом» деп, көп похвальные грамоты деп. «Спорт – залог здоровья», деді. Мен: «Да, видно, что ты был спортсменом», дедім. «Көтерейін бе?» деп сұрады. «Неудобно» деп жауап бердім. «Тогда давай арқалаймын, сонда удобно болады» деп, екі қолын босатып, теріс қарап арқасын тосты. Мен сылқылдап күліп тұрмын. Бұл үзіндіде Ахметжан менің есімім арқылы өзінің ішкі сезімін, махаббатын өте бір нәзіктікпен жеткізу арқылы нәзік сезіммен жүректі оята білу сезімінің тереңдігін көрсетті. Сондай-ақ Ахметжан мен сені көтергім келіп тұр деп, өмір бойы көтергісі, сүйеніш, қорғаныш болғысы келетін шынайы жеткізіп, адамның бойында шынайылық пен сенімділікті қалыптастыру үлгісін көрсетті және үйретті. Сонымен қатар, ер азамат боз өкпе, боз кеуде болмай, денесі шымыр, шыныққан, қыз балаға ауырлық түсірмей, аялап, өмірдің кедір бұдырында арқалап алып шыққандай, қорған болуды насихаттап тұрғандай. Ал үзінді соңында қыз балалармен арада өте сыпайы сыйластықпен қарым-қатынаста болып, оларға удобный, яғни ыңғайлы өмір сүруге жағдай жасауды мегзейді. Сондай-ақ кітапта «Шаршайсың, арқалап жүре берейін, общежитиеге жақындағанда түсіремін» дегені де бар. Бұл жерде жоғарыда ер азаматтар жетілдірген сезімдер арқылы тереңірек ойлану керек. Өйткені өмірде не болмайды? Кейбір ер азаматтардың, тіпті кейбір әкелердің озбыр іс-әрекеттерін көріп шошынамыз. Еркектерге деген сенімімізді жоғалтып аламыз. Көңіліміз қалады. Әсіресе бала кезде өте қатты әсер етеді. Ал бұл үзінді сол дертімізге дауа ем болады. Әлгі ер азаматтан қалған көңілімізді жібітеді. Бауырыңдай, досыңдай жанашыр, қамқорлығын, еш жаман ойы жоқтығына көзің жетіп, сенімділігің артады. Адамша мейірімділікпен қарауға дағдыланасың. Міне мұның бәрі сезімді дамыту арқылы тұлғалық қалыптасуға ер азаматтың әсер емес пе? Әрине, қай заманда да ер азаматтардың өте нашарлары да болған. Бірақ біздің заманымызда 1960-1980 жылдары жалпылама пайызбен есептегенде ер азаматтардың басым көпшілігі осындай үлгілі болатын. Ал қазіргі заманда жас жігіттердің пайыз басымдылығы керісінше сияқты. Түрлі оқиғаларды естіп, көпшілігіне сене бермеймін. Тіпті кейде қорқамын. Қыздарға қорған болама, әлде қыздардың осал тұсын аңдитын шортан болама деп. Бірақ үмітсіз шайтан демекші, болашақтан үмітім бар. Елімізде бейбітшілік болып, ел жұрт татулықпен өмір сүре берсін. Еліміздің басшысы Тоқаев бастаған адал адам идеясын халық қолдап, түрлі ақпараттық ұжымдар насихаттап жатыр. Адал адамдар, адал азаматтар көбейсін.
ер азаматтарымыз аман болсын.